Сіздерге айтайын, ажал дегеннен шынымен де қорқыңыздар. Ажал айтып келмейді деген рас. Это он только что стучал, вот. Мә қыдырып жүрмін, рахат деп жүріп ақ бірден өліп кетуге болады. Мысалы, мына қыз сияқты 9-шы этаждан құлай салған. Мына баланың істеп жатқанын қараңыздар. Сәлемсіздер, мен Диана Кю. Бүгінгі ролик әрі өте қорқынышты, әрі өте аянышты болғалы тұр. Өйткені қайтыс болған адамдардың өлімі камераға түсіп қалғандарды көрсетіп шығатын боламын. Енді бәріңіз өте абайлап жүретін боласыздар. Отельде қалған қыз. 2020 жылы осы әдемі тиктокер қызбен болған оқиға. Күннің суығы, жан-жақтың бәрі жаңа жылды тойлап жатқан кез еді. Қыз да бүгін кешке достарымен жаңа жыл тойлайым деп дайындалып жатыр. Камерасын қосып қойып билеп жатқаны сол еді. Ар жақтан бір басқаша дыбыстың шыққанын естиді. И сол дыбыс қыздың ең соңғы естігені болды. Негізі дәл сол күні қыз кешке достарымен әдемі болып киініп, боянып, жаңа жыл тойлауға бару керек еді. Вечеринка ғой. Бірақ неге екені белгісіз, қыз ойынан қайтып бармаймын деп отельде бір өзі қалып қояды. Түнде қыздың бір өзі өзінің бөлмесінде ешкім жоқ жерде билеп жатқанда дәл сол трагедия болды. Видеоны қараңыздар. Қыз бірінші көңілді билеп жатады да есік жақтан бір дыбыс естіп, биін резко тоқтатады. Қыз не болып жатыр деп барып үлгермей ана оңбаған уже бөлмеге кіріп үлгереді. Қыздың түрі қалай таң қалып әрі қорқып тұрғаны көрініп тұр. Дәл сол уақытта бөлмеге кірген адам қызға оқ атады. Жан-жақтағылар шумды естіп, сразу полиция шақырады. Арадан көп уақыт өтпей ақ бір жас ұл бала ұсталады. Сразу адам өлтіргенің үшін деп жігіт түрмеге қамалады. Қыздың мама-папасы қызымызды көңілін көтерсін, қыдырсын деп жіберіп едік. Бұндай болатын білгенімізде ғой деп жылап қалып қойды. Бірақ білесіздер ме? Қыз негізі отельге дәл сол вечеринка үшін ғана барып еді ғой. И не үшін ешқайда шықпай бөлмеде қалып қойды, ешкім білмейді. Мама-папасы да. Не болса да болар іс болды енді. Бізде бұндай жағдай болмай бәрі тыныш болсыншы деп ойласаңыздар, онда дәл қазір лайкты лүпілдетіп жіберейік. Басыңыздар ма? Ал мен ары қарай жалғастырайын. Крышадағы қыз. 2021 жылы болған трагедия. Тағы да тиктокер қыз және оның сіңлісі екеуі қосылып, крышаға шығып қызық видео түсірейікші дейді. Бірақ дәл сол видео оның өміріндегі ең соңғы видео болды. Дәл осы орамалдағы қыз кішкентайынан блог жүргізуге қатты қызыққан екен. Турцияның қызы айтқандай, күнде қайда күшті фонмен контент түсірсем екен деп жүретін еді. Басында YouTube, Instagram'да жүргізген екен, алайда оған қатты ұнағаны TikTok болыпты. Мен де шынымды айтсам, ең көп тиктокта шұқылап отырамау. Қыз атақты болған сайын енді қалай қызық видео түсірсем деп жүретін болды. Дәл сол оймен қыз өзінің туысқан сіңлісінің үйіне барады. Бөлесі деп айтсам да болады. Үй 9 этажды еді. Ең жоғарыға шығып контент түсірсем бүкіл қала көрініп зор болатын болды деп қуанады ғой енді қыз ше. Міне дәл осы видео. Телефонды сіңлісіне беріп қойып, мені түсірші дейді. Тура крышаның жағасына отырып алған. Сіңлісі камераны өзіне қаратып абайла деп айтайын дегенде дәл сол ужас болады ғой. Қыз аяқтарын ана тұрған серый жер бар емес па, крыша, орыннан тұрам деп соған аяқтарын қойып қалғаны сол еді. Ол сынып кетіп, бұзылып, қыз 9 этаждан тура жерге құлап кетеді. Бұл құлап кеткендегі звук. Міне сынып кеткен осы панель. Сіңлісі қорыққанда не істерін білмей скорый шақырып емес, ең бірінші үйіне қарай жүгіріп барған ата-анасына айту үшін. Содан кейін ғана скорый шақырады ата-анасы. Бірақ, өкінішке орай врачтар келмей жатып, қыз уже сол жерде қайтыс болған. Қыздың туысқандары біз оған қанша рет айттық, видео түсірем деп таяқ жеп қалмашы деп, міне енді не болды деген екен. Өліп қалған адамды кінәлаған нес? Енді қыздың ата-анасы үйді салған адамды сотқа берген екен. Неге крыша бір адамды көтере алмай сынды деп. Ары қарай үйді салған адам түрмеге отырды ма, жоқ па, белгісіз. 3 жігіттер. Ал бұл 2019 жылы болған оқиға. 3 ұл достары көңілді болып видеоға түсіп жатыр. Алайда дәл содан кейін ужас трагедия бола салды. Міне Амар атты жігіт 3 достар болып күшті қызық видео түсіреміз деп қайдан тапқан білмеймін, бірақ шын пистолетті алады қолдарына. Дәл осы видео. Амар қолына пистолет ұстап алып, досын типа дуалға тақап жатыр. Ойындағы сценаны қайталаймыз деп ойлаған ғой жігіттер. Алайда ойыннан от шығады дегендей пистолетте оқ жоқ деп
деп ойлаган. Алайда бир убакытта одан ок атылады. Ок туура Амардын ишине тиеди де жигит туура сол жерде кайтыс болот. Октун атылганын эстип көршүлөр сразу полиция чакырган. Калган эки достары биз ашин ойнадык, кызык видео түшүрөбүз деп ойладык десе, ал Амардын ата-анасы жок, сендер баламызды әдейи өлтүрдүңдер деп туруп алган экен. Сөйтсе негизи булар шынымен де достар экен. Олардын почти күндө бир түрлүү видеолор түшүрүп жүретини почти баардык авыл билетин болуп чыкты ғой. Бирок мама папасы әлі күнге дейин әдейи билип туруп өлтүрдүңдер менин баламды деп жүр. Ал сиздер калай ойлойсуздар? Тағы да TikTok. Менимче кыздын аты Янзу Мэй болса керек. Ол да TikTokта бийлеп видео салганды жакшы көретін кыз болгон. Көбүнесе эфирге кирип бийлейди экен. TikTokта биши болуп жүргенмен, бирок өзү стройкада жумуш жасаган экен. Прикинь, мындайда машина болот го, төбөдө туратын, сонун ичинде отурган. Төбөдө строй машинада отурган, осундай фотолорун көп салып турган. Сол кезде TikTokта 100 мыңдан көп окурманы болгон. 2021-жыл уже кечки 6 болуп жаткан убакыт. Кыз өзүнүн жумушун коллегаларының бәрі үйлеріне қайтып кеткен. Ешкім жоқ, зор болды деп өзі ең биікке шығуды жөн санайды ғой. Шығып болған соң камераны қосып, эфирге бір кіріп тағы да бийлеп отырады. Жаймен көп адам кіріп бастап жатыр еді, алайда бір уақытта телефон жерге құлап кетеді. Видеода бар көрінген нәрсе тек осы ғана. Сөйтсе қыз телефонын қатты қолына қысып алып, биіктен құлап кеткен екен. Құлаған биіктігі тура 9 этаждық үймен бірдей. Қыз әрине дәл сол жерде қайтыс болды. Ата-анасы қатты қиналыпты. О балай. Өмірімнің соңғы күндері. Қарсы алыңыздар, Гаррисон атты жігіт 2020 жылы врачтар жігітте өте қауіпті рак ісіктің бар екенін анықтап, кешір, бірақ бар жоғы ары барса жарты жыл ғана өмірін қалды деп айтады. Жасы бар болғаны 16-да болған екен. Жылап, мұңайып отырмай қайта өмірімнің соңғы күндерінде қалағанымды жасап алмаймын ба дейді ғой жігіт. TikTok ашып, менің азғантай ғана өмірім қалды, барлығын сіздермен бөліскім келеді, өлем дегенше парашюттан секіру деген сияқты көп нәрсе жасағым келеді деп айтады. Оқырмандары да молодец екен, арманыңды орында деп көп адамдар оған ақша жіберіп бастаған. Шынымен біраз арманын орында барлығын TikTokқа салып отырды. Бірақ бір күні жігіт бүкіл жақтан жоқ болып кете салды. Адамдар өлі не болды, қайтыс болды ма сонда деп іздей бастады. Алайда жігіт тағы да видео салды, бірақ уже бейшара қатты қиналып ауырып тұр еді. Менің алып жүрген лечением болмағыр болып шықты, ол маған көмектеспей қайта одан бетер болдым. Өкпеме су толып кетті деп айтады бір видеосында. Соңғы видеосында тірі қалу былай тұрсын, даже өз үйіме де барамаймын ау деп видео салған. Все, содан кейін жоқ болып кетті. Жігіт қайтыс болды. Жаным ау, жаның жаннаттан болсын. Томпақ ағай 2022 жылы болған жайт. Томпақ атты тиктокер қытайлық жігіт Непал қаласында қыдырып жүрген еді. Бұл еркектің өлімін тікелей эфирде бүкіл оқырмандары өз көздерімен көрді. Давайте бәрін по порядку айтып берейін. Томпақ ағай өзі әртүрлі елге саяхат жасап, олардың тамақтарын жеп жүргенді қатты жақсы көретін. Бұл жолы енді Африкаға барып еді. Почти 5 миллион адам оның Африкада не істеп жүргенін бәрін қызық қылып қарап отыратын. Томпақ ағай атақты болған сайын оның конкуренттері де көбейді. Таныс болыңыздар, Фан Джанен 37 жасар тура Томпақ ағай сияқты TikTok жүргізетін еркек. Басында екеуі жақсы дос болып жүрген екен, алайда кейін ұрсып қалып араласпай қойған ба сондай. Неге десеңіздер, Фанның айтуы бойынша, мен Томпаққа $1500 беріп едім, жаңа iPhone әкеп берші деп. Ал ол әкелмеді, әлі күнге дейін менің $1500 қайтармай жүр деген екен. Екеуі интернетте бір-бірімен ұрсады ғой ше, адамдардың көбісі олардың ұрысына сенбеді. Олар әшейін ақпараттарын көтеру үшін әдейі жасап жүр деп айтып жүрген. Алайда міне дәл сол күн Томпақ ағай базарды аралап жүр, ал артынан ана Фанның жақындап келе жатқанын білмеген еді. Арадан әшейін 1-2 секунд қана өтіп еді, уже базардағы адамдар паникада. Эфирдегі оқырмандардың бәрі комментарияны жарып жатыр. Фан Томпақ ағайдың артынан келіп бірнеше рет пышақ тығып алған. Томпақ ағай уже құлап, ештеңеге шамасы келмесе де анау қоймаған ғой пышақты әр жеріне тыға беріп, Томпақ ағай сразу больницаға түсті. Алайда өздеріңізде түсініп тұрсыздар ғой, уже кеш болған еді. Томпақ ағай қайтыс болды. Ал Фан болса адам өлтіргені үшін түрмеге қамалды. Кішкентай қыз. 2021 жылы Россияда бір кішкентай қыз өзінің інісімен үйде бір өздері еді. Бір уақытта үйдің есігін ішіп алған көршісі қатты тақылдатып бастайды. Это он только что стучал, короче, вот. Жандарым ау, үйлерінде тып-тыныш отырып еді, кім білсін бұндай боларын.
Всем привет, у меня сейчас жесть история. У нас там сосед, он пьяный, он, стучится на дверь, всю ломает нафиг. Он уже несколько минут здесь стоит, стучится, орет, матерится. Я просто мне страшно. Қыздың әкесі балаларды үйде қалдыра тұрып өзі магазинге шығып кеткен екен. Ана көрші 1 сағат тұрған ғой тақылдата беріп. Қыз кейін осындай жағдай болыватыр деп тиктокқа видео салған. И все, содан кейін жоқ болып кетті. Уже, час где-то стоит, стучится. Я уже, сердце страшно. Бір уақытта все-таки қойды ше тақылдатқан. И қыздың подружкасы далаға шықса ойнайық та деп жазады. Қыз о давай деп келіседі. И как раз сол уақытта қыздың папасы да үйге келеді ғой. Вроде бәрі жақсы. Қасында енді папасы бар, дұрыс па? Үйде папасы отыр, бәрі норм. И тағы да есіктің тақылдағанын естиді. Подружкам келді деп есікке қарай жүгіріп барып есікті ашса, алдында жаңағы ішіп алған көршісі тұр еді. Василий атты жас жігіт. Қыз есікті қайттан жабайын десе, бірақ үлгермеді. Жігіт оқ атып үлгерген. Қыз көре келмей жатып үйде қайтыс болды. Ал жігіт 17 жылға түрмеге қамалды. Осы ғой сіздерге айтарымша, ешкім білмейді ғой алда не боларынша. Мен де мысалы қарбыз кесіп атып, қолымды кесіп алып, операция болам деп ойламадым ғой. Тура сол сияқты. Бәріміз абайлайық, видеоға лайк басайық, комментарий жазайық және каналға тіркелейік. Ал сіздермен болған Диана Q. Келесі роликте кездескенше